Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге қуыс құлақ жұмыртқамен рецептімен бөліскім келіп отыр. Яғни қуыс құлақтың ішінде жұмыртқа. Бұл өте дәмді тағамдардың бірі болады. Егер жасап көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге керекті заттар: қамырға ұн, су, тұз и бір жұмыртқа. Қуырғанға сұйық май, жұмыртқа, жаққанға сары май. Ең бірінші суымызға тұзымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Ыдысымызға ұнымызды салып аламыз. Ұнымыздың үстіне жұмыртқамызды салып, су шетінен құйып отырып, орташа жұмсақ қылып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қатты болмау керек. Егер қамырларыңыз қатты болса, бір-біріне жабыстырған кезде қуыс құлақ жасап қамырларыңыз жабыспайтын болады. И өте жұмсақ қылып жібермеңіздер. Егер жұмсақ болып қалса, қамырларыңыз езіліп кететін болады суға қайнаған кезде. Қамырымызды илеп болғаннан кейін пакетке салып, 5 минутқа қамырымыз тынуға қойып қоямыз. Пакетке салып қойғаннан кейін қамырымызды 5 минуттан көп ұстамау керек. Қамырымыз пакетте тұрған сайын жұмсара береді. Қамырымыз қатты жұмсарып кетпеу керек. Бағана айтып кеткендей, тек 5 минут қана қамырымыз тыну үшін пакетке салып қойып қоятын боламыз. Енді 6 жұмыртқамызды шұңғылдау ыдысқа жарып аламыз. Сіздер бірден сковородкаға жарып қуыра берсеңіздер болады. Мен түсінікті болу үшін осындай шұңғылдау ыдысқа жарып көрсетейін деп жатырмын. Жұмыртқамызды жарып алғаннан кейін тұзымызды сеуіп, тұзын таттырып аламыз. Қаласаңыздар қара бұрыш сепсеңіздер болады. Менде балалар жейтін болғандықтан қара бұрыш салмайтын боламын. Жақсылап араластырып аламыз жұмыртқаларымызды. Газымызға сковородкамызды қойып, сұйық майды құйып, қыздырып аламыз. Сұйық майымыз қызғаннан кейін барып, жұмыртқаларымызды саламыз. Бұл жерде айта кететін, жұмыртқа қанша саласыздар, соған байланысты сұйық майды аз-маз ғана құйыңыздар. Егер сұйық май көп құйып жіберсеңіздер, қамырларыңыз бір-біріне жабыспай қалады, ішінде сұйық май көп болғандықтан. Енді жұмыртқаларымызды қуырып аламыз. Тура видеодағындай қуырып аламыз. Қыздар, бір 3-4 минут қуырып аламыз. Міне қыздар, жұмыртқамызды шала қуырып алдық. Енді газдан алып, басқа ыдысқа салып, суытып қойып қоямыз, қамырымыз жайып болғанша. Қамырым 5 минут тұрды. Пакеттен қамырымды алып жаятын боламын. Қамырымның жұқалығы манты ораманан жасағандай жұқа қылып аламыз. Қалың қылмаңыздар, себебі біздің жұмыртқамыз піскен. Бізге тек қамыры піссе болғаны. Сондықтан қамырымызды жұқалау қылып жайып аламыз. Міне қыздар, қамырымды жайып алдым. Енді қамырымды кесетін боламын. Кесу өз қалауларыңызбен өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай қылып кессеңіздер болады. Мен 4 бұрышты қылып кесетін боламын. 4 бұрышты қылып қамырларымды кесіп алдым. Енді ішіне жұмыртқамызды салып отырып, қамырымызды бір-біріне жабыстырып, қуыс құлақ түйетін боламыз. Осындай тақтайға жасап қоятын боламын. Егерде қамыры қатып қалады десеңіздер, егер жасап болғанынша, осындай бір тақтайға жасап болғаннан кейін морозилкаға салып қойсаңыздар болады. Қатқаннан кейін алып суға салатын боласыздар. Мен тура солай жасайтын боламын. Өстіп қамырымды түйіп алғаннан кейін екінші тақтайым толғанша мен бір тақтайымды морозилкаға салып қоятын боламын. Дәл осылай қуыс құлақтарымыздың барлығын түйіп шығамыз. Міне қыздар, бізде 3 тақтай қуыс құлақ шықты. Бір тақтайын морозилкаға салып қойдым. Бізге осы 3 тақтай жетеді. Сіздер айтуларыңыз мүмкін, неге қуыс емес, қуыс құлағыңыз деп, неге 4 бұрышты деп. Маған тез жасалу керек, сондықтан мен 4 бұрышты қылып жасап алдым. Егерде сіздер бұндай 4 бұрышты ұнамайтын болса, қуыс құлақ қылып жасап алсаңыздар болады. Қазаныма суымды құйып қайнатып алдым. Суыма тұзымды салып таттырып алдым. Қайнаған суға қуыс
қуыс құлағымды салып, қуыс құлағым қайнағанша отымыз қатты жанып тұру керек. Қуыс құлағымыз салғаннан кейін қайнаған суымыз қатты қайнағаннан кейін барып, газымыздың астын орташа отқа қойып, бір 5 минут қайнатып аламыз. Біздің қамырымыз жұқа болғандықтан, ішіндегі жұмыртқа піскен болғандықтан өте тез пісетін болады. 5 минуттан кейін газымыздың астын өшіріп, қуыс құлақтарымызды сүзіп аламыз. Сүзіп алған қуыс құлақтарымызға сары май жағатын боламыз. Сары майды қуыс құлағымыз бір-біріне жабысып қалмас үшін жағатын боламыз. Міне қыздар, қуыс құлағымыз дайын болды. Тек түйу қолды ұстайды демесеңіздер, пісуі өте тез, өте дәмді болады. Егер де видеоны дәл осы жеріне дейін көрсеңіздер, маған тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Лайк басып отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Алима Жарықбекқызы.